Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода біз осындай шоколад қосылған печенье дайындаймыз. Өзіме қатты ұнады осы печенье. Сондықтан сіздермен де рецептісімен бөлісуді жөн көрдім. Олай болса, ең алдымен майымызды ерітіп аламыз. Ерігеннен кейін бірақ бөлме температурасына дейін суытамыз. Сосын үстіне қантымызды қосып осылай араластырамыз. Лопаткамен ешқандай миксер қолданбаймыз. Еще жасалуы да оңай. Осының үстіне жаңағы кішкене бір шым тұзбен кішкене ванилин салдым. Енді 2 жұмыртқамызды саламыз. Онымен разрыхлитель бірге араласқан, соны да қосып, енді осы лопатканың көмегімен ақ біріктіре салуға болады. Мен қолымды салып илемедім. Осының үстіне шоколад қосамыз. Мен Калебауттың молочный шоколадын қостым. Бірақ сіздерде мысалы плиточный шоколад бар болса, соны пышақпен турап-турап майдалап қоссаңыздар да болады. Енді осыны формамызға жаңағындай домалақтап, өзіңіз білесіз размерін қандай аласыз. Менде 24 штук печенье шықты осы порциядан. Осылай аламыз да домалақтап формасын беріп қоямыз. Осы дайын болған печеньемізді алдын ала ысытылған пеште 180 градуста сәл қызарғанша пісіріп аламыз. Печеньелеріміздің формасы домалақ болмаса да, бірақ воздушный болып, дәмі ерекше күшті болып піседі. Магазиндегі печеньелерге қарағанда маған қатты ұнады. Егер осы видео ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруларыңызды сұраймын.